Chevrolet Cruze 2011 жылғы 1.8 көлемі. Сигнализация орнатайын деп отырмыз. Ашып жабатын. Тек ашып жабу функциясы болса болды. Қалған нәрселер қажет емес дейді. Мынандай GBC деген сигнализация. Бұларды орнату үшін BCM блогы мынау сол жағында, сол жағында аяқтың, сол жағында пассажирдің. Осы жерде болады екен. Осы бір жерлерге орнатамыз қазір. Мынандай GBC деген сигнализация. Мына жерде осы проводтарын ғана қалдырамыз, қалғандарын шығарып тастаймыз. Иінемен басып мына жерден шығады. Иінемен басып шығарып тастасақ, мынау екі сары провод қара массаға жалғанады. Әзірше осы. Қызыл провод қызыл проводқа, қара проводқа, көк штекерге қосылады. Фиолетовый сары провод ақ проводқа қосылады. Аксессуарлар. Бір қоңыр провод поворотниктің, мынау қоңыр разъемда көк ақ екі провод бірге қосылады. Сол жақ поворотниктер. Мынау бір қоңыр провод, екіншісі қара разъемда фишкада көк фиолетовый, жасыл фиолетовый проводқа қосылады. Бұл оң жақ поворотниктер. Біреу арты, біреу алды. Мынау розовый провод под капоттың астындағы сиренаға барады. Бұның тартылған жолын қазір көрсетем. Міне анау қара провод кассаның ішімен, кассаның уплотнительный резинасын шетімен тесіліп өтеді сыртқа. Одан былай қарай кетеді. Қазір сыртындағы колокольчикті көрсетем, қалай тұрғаны. Сиренаны. Сирена міне мына жерде тұр. Бір болтқа орнаттық, тесігі бар екен. Сквозной орнатып жібердік. Қоңыр сары проводты ақ қара проводқа қосамыз. Ашу ақ проводты қоңыр сарыға қосамыз. Бұл жабу. Қоңыр ақ ашу, қоңыр сары жабу. Мынау көк фишкада. Мынау көк провод есіктердің концевигіне қосылу керек. Бірақ ол қосылу бізге ашып жабу функциясын орындаса болды. Құлттан қамау үшін мынаны алып ақ қара проводқа жалғаймыз ашылуға. Ашылған кезде минус келеді, маған есіктің ашқанын имитировать етеді. Болды сонымен. Қазыналарды жақсылап изолентамен орап, блокты мынау бір жерлерге тығамыз. Міне блок ынта жатыр. Изолентамен орап қойдық. Мына жерде крышка жабылады. Мына жерде изолент. Болды. Канал құлыптанды. Ашылды. Болды. Өзіміз құлыптадық біз. Қазір міне ашып қойдық. Құлыптан қамау керек. 30 секунд ішінде құлыптан қалады, дұрыс жалған баса. Бұл құлыптан алған жоқ.